Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін үй жағдайында тауықтың төс етінен KFC дайындаймыз. Бізге тауықтың төс еті қажет. Жақсылап жуып, кептіріп аламыз да, осындай пластинкаларға бөлеміз. Өте жұқа болып кетпесін, қалыпты етіп, барлығын осылайынан кесіп аламыз. Дайын болған етімізді ыдысымызға саламыз. Үстіне чеснок, тұз, қызыл бұрыш және сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын дайындап алдық. Енді бұл жерде ең маңыздысы чипсы. Чипсымызды жақсылап үгітеміз. Кез келген чипсы қолдансаңыздар болады. Кукурузный чипсы қолдансаңыздар да болады, Doritos деген. Мен барлығын үгітіп алдым. Ең алдымен ұнға аунатамын. Кейіннен жұмыртқаға аунатып, чипсыға аунатамыз. Барлық дайын болғанды пергамент қағазына дайындаймыз да, қызып тұрған духовкада 180 градуста 30 минуттай қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Барлығы пісіп шықты. Осындай қызарғанға дейін духовкада ұстаймыз. Кейіннен соуспен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте жұмсақ, дәмді. Менімен бірге дайындаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге мен Ажар.